Сәлем баршаға, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін синнабон булочкаларының дайындалу жолын көрсететін боламын. Өте дәмді әрі жұп-жұмсақ болып шығады. Менімен бірге дайындап көріңіздер және видеоны соңына дейін қараңыздар. Жылы сүтке қант, 1 шай қасық құрғақ ашытқы, ерітілген сармай және 1 жұмыртқаны салып араластырамыз. Сұйық массамызға ұнды електен өткізіп салып, жұп-жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Бізде осындай жұп-жұмсақ қолға жабыспайтын қамыр шығады. Қамырдың бетін пищевой пленкамен жауып, 1,5-2 сағатқа көтерілуі үшін жылы жерге қойып қоямыз. Бізде 2 сағат уақыт өтті, біздің қамырымыз осылай көтерілді. Енді қамырымызды теңдей 2 бөлікке бөліп аламыз. Қамырымыздың бір бөлігін домалақ емес 4 бұрышты етіп, қалыңдығын 1-1,5 мм етіп, тура видеодағыдай жайып аламыз. Жайылған қамырымыздың үстіне еріген сармайымызды біртекіс етіп жағып аламыз. Корица мен қантты араластырып аламыз. Мөлшерін видеоның астында толық рецепт қалдыратын боламын. Және осылай тегістеп, біртекіс етіп, жайылған қамырымыздың үстіне сеуіп шығамыз. Корицаны осылай тура видеодағыдай етіп сеуіп аламыз. Енді қамырымызды осылай рулет формасына келтіріп, орап аламыз. Оралған қамырымызды жіптің көмегімен кесетін боламыз. Осылай кессеңіздер, қамырыңыздың ортасындағы начинка шығып кетпейді және осылай дүп-түзу болып кесілетін болады. Қамырдың қалыңдығын 2 см етіп кесіп аласыздар. Осылай барлық қамырларымызды кесіп дайындап аламыз. Противенге пергамент қағазын төсейміз. Осылай синнабондарымызды біртекіс етіп теріп аламыз. Ара қашықтықтарын 1 см етіп ашып қоясыздар. Бұл бізде піскенде қатты тым жабысып қалмауы үшін және 180 градуста 20-25 минут пісіретін боламыз. Помадка дайындаймыз. Бөлме температурасындағы сармайға сүзбелі ірімшік, яғни творожный сырды, оның үстіне қантты салып, миксермен араластырамыз, қоймалжың масса болғанға дейін. Біздің синнабондарымыз осылай қып-қызыл болып пісіп шықты. Дайын синнабондарымыздың үстіне қоймалжың осындай помадкамызды 1 шай қасықтан сала отыра жағып шығамыз. Помадканың екінші түрін жасасаңыздар да болады, яғни қаймақ пен қантты араластырып, осылай жағып алсаңыздар да болады. Рецептісін видеоның астында қалдыратын боламын. Міне біздің хош иісті синнабондарымыз дайын.
өте дәмді әрі жұп-жұмсақ болып шығады. Сіздерге де дайындап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Каналға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.